берсем дейтші. Сөйтіп тұрам, ақыры бұлай беріп отырмын. Бойдың эмоциялары бітпей жатыр енді. Бойдың эмоциялары бітпей жатыр ма? Ұзақ ойланып қалғанды айтамын да. Құшақта ойланып тұрмын ғой, қай лақтырсам екен, қай ыңғайлы екен деп. Соны айтып біліп отырғанбыз ғой. Сізге маскамен түсіріп қойыппын, жарайды. Маскамен тұр ма не? Иә. Андай қалайсыз Ғалымжан? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Ғалымжан, сіз ұнатқан қызды сіздің досыңыз ұнатып қалса, не істейсіз? Негізі ол қиын ситуация. Мен басымнан өткенде қойсаңызшы. Басымнан өткен ол случайлар, бұрында өткен, но қыз кімді таңдайды, сол болады ғой негізі. Қинаймаймын ешкімді. Қызды қинамайсың, досыңды қинамайсың, қыз кіммен болғысы келеді, сонымен болады ғой. Ал сіздің бір ішіңізде осы қыз менің адамым негізі, менің қасымда болу керек қыз деген сияқты бір сезім болса, онда не істейсіз? Көрім сөйлесіп. Если ол қызда сонда сезіп тұрсам, ол үшін сөйлесіп көру керек. Не болса да сөйлесіп керек деп ойлаймын. Қалай істейсіз? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Диас, сіз сүйген қызды досыңыз сүйіп қалса, не істейсіз? Мен сүйген қыз досым сүйіп қалса ма? Жаман пікір айтамын. Жоқ енді білмеймін, екеуімен де араласпайды деймін ғой. Араласпай Жоқ, екеуміз жүрдік бол қызбен, ол ситуацияға қарайды негізі. Былай араласпаған жөн. Жоқ, әлі жүріп үлгерген жоқсыздар, просто сіз де қадамыңызды жасап бастадыңыз, сол уақытта досыңыз да қадам жасап бастайды. Білмеймін, ол жағы ондай болмапты әлі. Давай, осылай бұрылам деді. Музыкальное сопровождение можно бізге? Я вернулась, студияда сразу жарты қалды. Қалайсыз? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, әдемі болып тұрсыз. Жәнке, сіз жақсы көріп қалған жігітті, сіздің құрбыңыз да жақсы көріп қалса не істейсіз? Қалайсыз? Бүгін көңіл күйіңіз жақсы сияқты. Бүгін көңіл күйіңіз жақсы сияқты. Жақсы, бір қалыпты. Құрметті көрермен, бір қозғалады, сол кезде досымның көзқарасынан ол қызға деген бір нәрсе байқап тұрсам, мен сразу басымды аламын. Қалайсыз, Айжан? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Айжан, сізде андай бір ситуация болып қалса, сіз ұнатқан жігітті құрбыңыз де ұнатып қалса. Бірақ сіздерде болды ғой бұндай ситуация? Қазірге дейін жалғасып жатыр. Ол кісіге именно маған адам қызық. Ол кісі Лаураны айтты? Иә, Лаура. Қалайсыз? Жақсы, өзіңіз қалайсыздар? Жақсы. Нұрсұлан, сіз бағанадан бері не істеп жүрсіз? Дейсің. Жарайды, оны енді эфирде көреміз. Білмеймін енді, бағанадан бері бір қызға барады, бір нәрсе шешіп келеді, екінші қызға барып, тағы бір нәрсе шешіп келеді. Сондай. Қалыңыз қалай, Абылайхан? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Жалпы мен бүгін қойып жатқан сұрағым, былай қарасам, бәріне келеді екен. Барлықтарыңыздың бастарыңыздан өткен сияқты. Сіз мысалы бір қызды жақсы көріп қаласыз, ұнатып қаласыз, бірақ ол қыз сіздің досыңызға да ұнайтын болып шығады. Не істейсіз? Қандай әрекет жасайсыз? Күресемін. Қалыңыз қалай, Айдана? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Айдана, сізде бір ситуация болып қалса, сіз ұнатқан жігітті құрбыңыз да ұнатып қалса, не істейсіз? Естимін. Так. Өте қиын сұрақ. Қалыңыз қалай, Перизат? Саламатсыз, жақсы, сіз қалайсыз? Жақсы. Перизат, сізде бір ситуация болса, мысалы, сіз ұнатқан жігітті құрбыңыз да ұнатып қалса, не істейсіз? Да, ұнатып қалса. Мен ал жігіт мен отношениядамын ба или жоқ? Білмеймін. Қалыңыз қалай, Алан? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Бүгін әдемі күшті болып тұрсыз. Сізге осындай түстер жарасады екен. Менің құрметім. Еркін қымбат, Қалайсыз, Шолпан ханым? Назым, сіздің қалыңыз қалай? жақсы, өздеріңіз қалайсыз? Өзімнің косячник қатысушыларымыз бар енді. Гаухар ханым, қалыңыз қалай? Жақсы. Қалыңыз қалай? Жақсы. Қалайсыз, Саида? Алмасы бәр жақсы, сіз қалайсыз? Қалыңыз қалай, Аруна? Жақсы барлығын